Қай елде тұрып жатқаның маңызды емес. Сен барлық сәтсіздіктерің үшін үкіметті, билікті кінәлайсың. Үкімет саған ананы бермеді, мынаны бермеді. Сен мені кешір, бірақ үкімет саған тіл үйренуге мүмкіндік бермеді ме? Википедияны шолып шығуға санаң жетпесе де, үкімет кінәлі ме? Әлеуметтік желіге уақыт тапқанда картиналар галереясын бір қарап шығуға мүмкіндігің болмай қалды ма? Есерсоқтардың ойынын ойнап уақыт өлтіргенше, жұмысқа барар жолда кітап оқып барсаң қайтеді? Көлікте поп музыка емес, джаз, блюз тыңдасаң нең кетеді? Сенде осындай мүмкіндіктер жоқ па? Әлде сенің ойыңша билік өкілдері келіп, бауырым, мына тамаша кітапты оқышы, табиғат туралы мына киноны көрші, бұлшықеттеріңді шынықтыр деп айту керек пе? Әлде үкіметтегілер сенің және сенің балаларының телефонына келіп, жалқаулыққа жетелейтін емес, қабілетіңді шыңдайтын пайдалы қондырғыларды орнату керек пе? Әлде ең қарапайымы, биліктегілер келіп саған YouTube желісінен дизайн, кулинария, пайдалы бағдарламалар жиынтығы туралы бейнезүктерді тауып көрсету керек пе? Сен өміріңді жақсы жағына өзгертіп, бір жақсы дүние үйренуге ниеттісің бе? Айтшы. Сен теледидардан тәлім тәрбиесі аз, психологияны бұзатын нәрселер насихатталады дейсің. Олай болса, теледидарды өшір. Әлде сенің қалаңның әкімі келіп өшіргенін күтесің бе? Мүмкін ол саған интернетті қалай қолдану керектігін көрсеткенін қалайтын шығарсың. Киімге деген талғамыңды қалыптастырып, музыка, кино таңдауда үлгі көрсеткенін қалайтын шығарсың. Балалар көзінше жаман сөз айтпауды, көшеде қақырынып түкірмеуді, қоқысты көшеге лақтырмауды да әкім үйрету керек шығар. Осының бәрін кім айтып жеткізу керек саған? Өзің ойлашы. Маскүнемдік, нашақорлық, ұрлық барлық жерде бар. Қай мемлекетте тұратының маңызды емес. Бірақ өзің ақылға салшы, қай елдің президенті азаматтардың өзін қоғамда доңыздай дөрекі ұстауына шақырып еді? Ешбір елдің. Сенің дамуыңа, алға ұмтылуыңа мүмкіндік бар. Ол үшін көп қаражат керек деп өзіңді алдама. Сенің жақсы жағына қарай өзгеруің үшін ең әуелі өз жалқаулығыңды жеңу үшін күш-жігер керек. Мойындаш? Сен үшін біреудің келіп орындап бергенін күтесің. Ізденгің келмейді. Сен жұрттың бәрін жеңіл өмір сүреді деп ойлайсың. Расында солай ма? Әр тағдырдың өзінің ауыртпалығы бар. Мықты болсаң, асу бермес асқар жоқ. Сен ірі компанияда жоғары лауазымды жұмыс істеп, қымбат көлік мініп, шетелде армансыз саяхаттағың келеді. Жоқ, жеңіл жолмен бұған қол жеткізбейсің. Сенің еліңде тақтайдай тегіс немесе қырық жамау жолдар болуы мүмкін. Бірақ бұл сенің өміріңнің өзгеруіне ықпал етпейді. Биліктегілер сенің үйіңнің маңын гүлдендіріп, айналаңды ажарландырып қоюы мүмкін. Бірақ бұл сенің өмір салтыңды өзгерте алмайды, білесің бе? Ішкі әлемің өзгеріп, көзқарасың дұрыс қалыптаспаса, сені ешкім өзгерте алмайды. Өзгеруге алғашқы қадам, жұрттың бәрін жамандауды қойшы, өтініш. Саған ешкім ақша, талант, сұлулық, яхта, үй, тағы басқа дайын күйде әкеліп беруге міндетті емес. Осыны түсінші. Сенің сүрінген сәттерің үшін өзіңнен басқа өзге кінәлі емес. Негізі сенің жақсы жағына өзгеруіңе мүмкіндік мол. Соны байқай біл. Ең қарапайымы сенің компьютеріңе мыңға жуық оқулық, кино, музыка топтастыруға болады. Оның бәрі тегін ғой. Қаласаң өз қалаңнан немесе басқа мемлекеттен достар таба аласың. Күн сайын мүмкіндіктер көкжиегін кеңейте аласың. Бұрын мұның бәрі арман болған, білесің бе? Жоғарыда аталғандардың бәрін орындауға сен ешкім мәжбүрлемейді. Себебі сен ересексің. Бұл сенің өмірің. Оның қалай қалыптасып жатқанында ешкімнің шаруасы жоқ. Сені ешкім еркіңнен тыс таңғы уақытта жүгіруге шығара алмайды. Ешкім сені кітап оқы деп кінәламайды. Ол сенің өмірің. Өзіңді өзің алға жетелеп, мүмкіндіктеріңді кеңейтіп, қабілетіңді шыңдамасаң, үкіметтегілер де, президент те, Біріккен ұлттар ұйымы өкілдері де сен үшін бұл аталғандарды орындамайды. Еуропа, Азия, Америка, тіпті мейлі Марста тұр. Барлық жерде бір қағида. Өзіңді өзің жетелемесең, ештеңе болмайды. Өзіңді дамыту қиын, иә. Бұл күнделікті ізденісті, табандылықты талап етеді. Бала кезде атанаң, мектептегі мұғалімдер осындай тәртіпке бағындырды. Ол сөзсіз. Ал есейгесін бәрі сенің қолыңда. Өзіңді өзің қамшыла, күн сайын, сағат сайын, тіпті минут сайын. Оқы, білім ал, көзқарас көкжиегін кеңейт, дамуға дағдылан. Жасың 20-да ма, 60-та ма бәрібір. Қорқыныш, қобалжу, үрей, сәтсіздік, шаршау, күлкі болу, күйзеліске тап болу, дәрменсіздік, сатқындық, опасыздық, көре алмаушылық, дертке шалдығу, құлау, жабығу, жалығу, кедергілер бәрі болуы мүмкін. Мейлі, мұның бәрі сенің қабілетіңді шыңдайды, мүмкіндіктеріңді арттырады, тәжірибе жинайсың. Ешкім келіп қолыңа алтын кілт, жарық шам, сиқырлы таяқ ұстата салмайды. Мұндай ғажайып болмайды. Бәрі сенің өз қолыңда. Бері қара, сенде екі мүмкіндік бар. Әлемнің бәрін жек көрем деп жүріп өміріңді өткізіп аласың. Әлде өміріңді өзгерту үшін тырысасың.
оқы, шыңдал, білім ал, тәжірибе жина. Осы таңдау кім-кімнің болсын үнемі алдында тұрады. Қандай мемлекетте өмір сүріп жатқаның маңызды емес. Есіңде болсын.